Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және біз Жәнібекпен қоштасқалы жатырмыз. Белгіні жазып алсаңыздар, қазір белгі Ғалымжанның қолында. Үміттімін. Жәнібектің қалатына. Енді қимай қалдыңыздар ма? Біз жаңа ғана айтқан болатынбыз. Ойларыңызды алдын ала тыңдап, жалпы қаншалықты әділетті деген ойлар болды. Бірақ сол кезде естігеніміз жаңағыдай. Құрметті көрермен енді көріп отыр, тікелей эфир. Тәртіп бәріне ортақ. Жәнібек. Рахмет Балас ханым. Балас ханым сол жақ ұйымнан келсе де амал дәптерім оң жағынан болсын енді. Бізде періште дейміз ғой енді, сізге көп рахмет. Негізі бірақ бәрібір маған қарамай тұрсыз ғой. Ренжіп тұрсыз ғой. Жоқ, сізге ренжу күнә ғой. Қалай ренжиміз? Негізі енді андай жоқ, андай көбісі айтады да, негізі көбісін тыңдаймын, негізі Жәнібек андай бала сияқты жүресің деген сияқты. Мен енді бұлай ойлаймын, енді бір еркелеген, тәтті кеткен жерім болса, мен сіздерге бір еркелеген, енді жақсы кеткен жерім болса, асыра жүріңіздер, жаман кеткен жерім болса, жасыра жүріңіздер деген келеді. Ешқандай немім жоқ, сіз жобаға деген ренішім жоқ, керісінше рахмет. Осы 7-ші маусымға да неткендеріңізге, рұқсат еткендеріңізге. Бірақ енді әттен деген нәрсе бар, бәлкім осылай бұйырып тұрған шығар, енді бұйырғаннан кетпейсің ғой. Әрине, сіз айтып жатсыз ғой, жаңағыдай дүниелер ол адамның табиғаты. Сіз бала сияқты болсаңыз, бәлкім солда дұрыс шығар, ол сіздің қалай бар жаратылысыңыз. Бірақ сыйластық және тәртіп деген ол бәріне бірдей, ол балаға да тәртіп, ол тәртіп. Сөзге түсінбейтін баланы да тәртіпке үйретеміз. Сондықтан мен ойлаймын, бәлкім әділетті біздің дәл осы шешіміміз деп. Негізі дұрыс айтасыз, Балас ағам, тәртіпке баған құл болмайды дейді, бірақ бұл жерде өзім ақ құрдас деп еркелетем бұл кісіні, өзім досым. Бұл кісінің бірден бір үйленуге дайын жігіттердің бірі негізінде осы Жәнібек. Шынымен де үйленем деп келіп отыр да осы сезонда. Сондықтан менің ойлаймын, бір мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын да. Соңғы бір мүмкіндік берсеңіздер, осы кісі осы жерде үйленіп кететініне мен гарантия берем. Иә, Балас сырласым ғой. Жігіттер, қыздар, ешқандай артық пікір керек емес. Айтылатын дүние айтылды, көзқарастарыңызды білдік. Өзім де айтып жатырмын өзіңізге. Тәртіп барлығымызға ортақ. Ешкімге ренжімейсіз деп ойлаймыз. Бұдан кейін тәртіпке бағынасыз деп ойлаймыз. Енді қатты қуанбаңыз. Бұл сізге бір жасалған пранк болды, бірақ нақты неге сізге жасадық деген сұрақ. Себебі есті жию керек, кешікпеу керек, сыйластық болу керек. Абылайхан айтып жатыр, кепілдік берем, үйленем деген жігіт деп айтып жатыр. Сол кепілдікке лайық болыңыз. Рахмет. Жайғасыңыз. Маған бере қойыңыз. Әрине әзіл-әзілмен, бірақ құрметті көрермен, бүгін жобамен қоштасатын жан бар. Дәл сіздердің араларыңызда отыр. Жаңа Ринат деп айтылып жатыр. Бірақ Ринат емес. Ринатты біз әлі болып жатыр. Біз әзірге білмейміз, хабар жоқ. Ринат, өзіңіз көріп отырсаңыз, байланысқа шығыңыз. Ал жобамен қоштасатын жан Салтанат. Келе қойыңыз. Салтанат, менің жаныма келіңіз, жайғасыңыз. Өзіңізді тыңдайық. Не айтасыз? Бірден толқып жатсыз. Негізі жыламайды едім енді. Жыламаңыз, Салтанат. Қимастық сезім бар. Бірақ бұл сіздің өз қалауыңыз. Құрметті көрермен, бұл ортақ шешім. Салтанаттың өзі бізге келіп айтқан болатын. Кеткім келеді деп. Салтанат, өзіңіз айтып, түсіндіріп. Не болып жатыр, не жағдай болып жатыр? Я жаңа жыламайым деп не істеп отыр едім, өзімді ұстап ше.
бәрібір осы жерге шыққан кезде андай қимастық сезім пайда болады екен қатты. Бұл жердегі әрбір адам маған андай жақын болып кетті да, жақын, өзіме ыстық тұтамын. Негізі ең басында біз өзім үйімдегі жағдай ғой, былай ештеңке болған жоқ, бірақ та өзіміз бұрыннан бері пәтерді сатып жүргенбіз, сол пәтеріміз сатылды да, и мама екеуміз ортақ шешіммен басқа қалаға көшкіміз келді да, и сәті қазір кеп тұрған. Негізі бұдан алдын ондай ойлар болған жоқ. Аяқ асты шешім болып жатыр ма? Аяқ асты шешім болғаннан кейін жобаға келіп айттым, осындай жағдай болып жатыр деп. Шешім нақты өзгермейтін болғаннан кейін қазір кетуге мәжбүр болып отырмын. Бірақ та шынымды айтсам, негізі бұл жоба, редакция барлығы маған ыстық. Әрқайсына жақсы қараймын, жақсы көремін. Енді айтқым келеді, әрқайсына бақыт тілеймін, осы жерден бақыттарыңызды тауып кетіңіздер. Көгілдір экранның ар жағында сіздерді міндетті түрде тамашалап отырамын, қарап отырамын. Жыламаңызшы, Салтанат, біз де сізді жақсы көреміз. Аз уақыт болса да бір-бірімізге үйреніп кеттік, біз де қимай қалдық. Бәрібір де сіздің бір ойып тұрып алар өз орныңыз бар. Қашанда көңілдісіз, күлкіңіздің өзі бүкіл осы біздің кеңістікті алып кетеді. Сондықтан біз сізді есімізде қашанда осылай жарқырап жүретін қыз деп есімізде сақтаймыз. Сізге тілейтініміз, сіздің енді бұл жерге келген мақсатыңыз керемет бір ер азаматты жолықтыру болды ғой. Және сол мақсатыңызға сол бір керемет бақытты сыртта табыңыз дегім келеді. Сыртта кездесін, сол бір ер азамат өзіңізді өзі іздеп келсін дегім келеді. Сіз әбден бар жақсыға, бар бақытқа лайықсыз. Уайымдамаңыз, сеніңіз барлығы болады. Енді, Мүмкін бұл жерде де біреу келіп айтатын шығар, анау бір ең басында Салтанат келіп еді ғой, маған сол қатты ұнап отыр, сол келсе екен десе, мүмкін басқа қаладан ұшып келермін. Мүмкін. Шақырып жатса келемін деңізші. Шақырып жатса әрдайым дайынмын. Иә, бәрі де мүмкін, сезімнің қай уақытта ашылатынын білмейсіз ғой. Кім сөйлеймін? Мен айта берейінші онда, Баласахан, мен бір түсінбей тұрған дүнием, бірінші Біжай кетемін деді, артынан Салтанат кетемін деді. Екеуің бірге кетіп бара жатқан жоқсыңдар ма бізге айтпай? Сонда да енді қай қалаға көшіп барасыз дейсіз. Сол айтпады, что-то қаланың да атын айтпады. Не то, негізі жаңа айтып жатсыз ғой, ойы балар орны бар деп. Шынымен де мен осы жобаға келгелі ең бірінші жақын тұтқан адамдарымның бірі Салтанат. Кәдімгідей ақ көңіл, оның ойында арамдық жоқ. Қалай бар солай айтады. Кішкентай қыз сияқты да, ішінде бір сондай бір керемет кіп кішкентай қыз жатыр да, сөйлесе білген адам. Ашыла алмады, мүмкіндігінше көріне алмады ма, білмеймін енді, қысылған шығар, может тәрбиесі сондай шығар. Бірақ мен саған өмірде тек жақсылық тілеймін. Саған әлі өмірің алда, бақытың табылады, мұңайма, тек күліп жүр, жолың ашық болсын дегім келеді. Иә, Айжан. Баласахан, енді өте өкінішті негізі. Күтпедік ешкім. Негізі Салтанаттың орны бөлек. Айжан біреуді қимай қалады деп ойламаппын. Артық әңгіме айтсам, кешір Салтанат. Кешірім сұрағым келеді. Осы жерде бір-екі адамдар бар енді, осы орынға лайықсыз деп ойлаймын. Бірақ сенің орның бөлек. Кетіп бара жатқанға өте өкінішті. Мен ойлаймын енді, жасанды интеллект деп көп айтасың ғой. Сондай жігітті табуыңа тілектеспін. Ол жасанды интеллектті түсінетін адам. Бақытыңды тап, Салтанат. Сен өте бақытқа лайықсың. Жақсы. Аблайхан. Жаңа кім Айжаннан кейін ойым жинақтай алмай қалдым ғой, сезімге беріліп. Негізінде жаңа мен айтып қалдым ғой, Салтанат деп ше. Салтанат енді өте сондай бір ерекше жансың ғой, Салтанат. Бірақ неге деген нәрседе Баласахан, неге сондағы бар мәселе басқа қалаға көшуің ба? Осы жерде отырғаның біразы 50% квартирада тұрып жатыр негізінде. Осы жерде квартирада тұрып, ары қарай өз бақытыңды іздеуге негізі болатын еді дегенімді, неге кетіп бара жатсың деген сияқты ғой. Ойлану керек еді да негізінде. Шешім қабылданды деп отыр.
анаммен бірге ортақ шешім қабылдадық деп. Салтанат, тағы да бақыт тілейміз өзіңізге. Енді алысқа кетіп бара жатқан сияқтысыз. Ортаға келіңіз. Келіп қоштасамын деген қыз жігіттер болса, мархабат. Елжіреп тұр жүзіңе қарадым, көңілің көтерілді керемет, желпідің жүрегімнің жалауы, сүйкімді сыңғырлаған күлкің ай, аққуым өзің болып шіркін ай, қолыма қонсаң екен бір күн ай, аңсаймын асыға, келсеңші қасыма, арман ай, махаббаттың оты лаулап жанған ай, табар екен тыным жан қалай, сені аңсап атып жатқан таңдар ай. Арман ай, махаббаттың оты лаулап жанған ай, табар екен тыным жан қалай, сені аңсап атып жатқан таңдар ай. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Ойда жүрсіңдер да, мысалы. Бірақ бір ұстаз кешірімін сұрап, бірақ енді біз не ойлаймыз, қарашы енді, сондай жағдайлар болады, бірақ сен бәрібір жүре бересің да, бәрібір ма сонда саған эфир болса болды деп ойлап қалдық. Нұржан, мынандай дүние ғой, сен Аржанды таңдадың, дұрыс па? Одан кейін сен ақеркемен кездессің ғой. Қатты намысы мықты болса, қызың содан кейін келмей қоятын еді ғой сен. Жоқ, қара. Сен айтатын жөнің емес. Енді мен айтып алайын. Тойға апардым, иә, несі бар? Мен көңілім бұл кісіге ақ, бұл кісіге мен барлығын айда мен кездескен күні кешке біз қанша 5 сағат отырып, сол тақырыпты барлығынан егжей-тегжейлі түсіндіріп, кешірімін сұрап, барлығын сол жерде мәселені шешкенде Сосын Айжан, сіз сөйлейсіз. 5 сағат отырып, соның барлығын сөйлесіп, бір мәмілеге келіп, тіпті менің анаммен де сөйлесіп қалған сәті болды. Менің анаммен. Қарлығаш, қалай түсіндірсем, менің анама өте қатты ұнады десем де болады. Неге себебі сондай бір өте керемет кісі бұл кісі. Енді мына жерде алақанына қарлығашты қондыра алмай қалған жігіттердің соры деп ойлаймын ол. Бірақтан бұл кісі маған жаңа қырынан ашылып жатыр. Мен бұл кісіні жақынырақ тани бастадым. Жанболат, бірақ сіз жылы жапқаныңызбен сұрақтар көп сияқты. Осы ханым осы жерде айта кетейінші. Қарлығаш, сізге сұрақта осындай. Тойда не істеп жүрсіз? Во-первых, тойда бар ғой, не только сізді бұл жерде Жанболатты да шақырмаған, бұл жерде Жанболат түгілі қанша қатысушыны шақырмаған. Бір-екі саран ғана адам барып тұр новый участниктардың арасынан. Сізге сол енді айдалада отырғаныңыз, например, бөлек отырғаныңыз, сізге сонда негізі бір эфирге келу, ямаса жаңа тойда көрініп қалу, сондай әңгіме керек па? Жанболат сен вообще сөйлемей ақ қойшы, осы жерде білесің ба неге? Өйткені сен Жанболат адам тыңдап ал, әр үміткеріңді өйстіп айтасың. Ямаса біз алдында Балауса ханым, біз осы бірінші үміткер келді, Ернардан алып қалып, осы жерде герой сымақ болып сөйткен жоқ па осы Жанболат деген. Сөйтіп бәріміз барып жүрген жерде түнгі 2-ден сол қызды да бірге апарған. Енді мынаны тойға апарып отырсың, не тірлік сенікі? Қазір жауап бересіз, құрметті көрермен, жаңа айтылып отырған дүниелерге байланысты, видеолар бар, Аидаға байланысты. Сол бір сұрақта Уақыттың ізімен жылдар өтіп жатты. Диана енді әлемге белгілі ғалым, тарихшы, жазушы. Оның еңбектері арқылы адамдар Шыңғысханды тек жаулап алушы емес, ойлы, терең, рухы биік тұлға ретінде тани бастады. Бірақ жүрегінде бір бос кеңістік әлі бар еді, ол ешкімге ашылмайтын, тек түнгі дала мен жел ғана білетін сағыныш. Бір күні ол Лондонда өтетін халықаралық конференцияға шақырту алды. Тақырыбы тарихтағы махаббат пен мәңгілік идеясы.
Ол баяндамада өз хикаясын айтпақ емес еді, тек Шыңғысхан туралы ғылыми тұрғыда сөйлеуге дайындалды. Залда жүздеген адам. Диана сөз сөйлеп тұр. Сол кезде бір сәтке көзі бірінші қатарда отырған ер адамға түсті. Ол шамамен 35 жаста, азиялық түр әлпеті бар, бірақ жүзінен бір таныс сәуле байқалды. Көздері дәл Шыңғысханның көзі сияқты терең әрі сабырлы еді. Ол сөзін аяқтағанда әлгі ер адам орнынан тұрып, «Кешіріңіз, ханым» деді, ағылшынша, бірақ даусында баяғы үннің сазы бар. «Сіз баяндамаңызда айтқан сезімдер таныс секілді. Мүмкін бұрын кездескен шығармыз». Диана күлімсіреп, басын шайқады. «Мүмкін басқа уақытта». Қайта табылған жүрек. Кешке конференциядан кейін бәрі қонақ үйдің мейрамханасында жиналды. Диана терезе жанында отырды. Сол кезде әлгі ер адам келді. «Менің атым Темір» деді ол. «Моңғолиядамын». Диана жүзіне қарап, жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Сол түні олар ұзақ сөйлесті, тарих, дала, көне жырлар туралы. Бірақ әр сөздің астында бір таныс жылылық бар еді. Бір сәтте Темір қалтасынан бір нәрсе шығарды, ол алтын жүзік еді. Дәл сол, Диана жылдар бұрын тапқан жүзіктің егізі. «Мен мұны өз атамның мұрағатынан таптым» деді Темір, атам оны мәңгілік нышан деп атаған. Айтуларынша бұл жүзік Шыңғысханның сүйген жарына арналса керек,